Армардақты көрермен, Шымкенттің ғажайып әлеміне қош келдіңіздер. Шырайлы Шымкент қаласы. Алғашқы біздің саяхатымыз Шымкент көшелерімен басталады. Ең бірінші көзге түсетіні заманауи зәулім ғимараттармен қаланың дамуын бейнелейтін сәулет туындылары. Осы уақытқа дейін ғалымдардың көпшілігі қазіргі Шымкент қаласының аумағындағы қоныс мекендері 11-12 ғасырларда болған деп болжаған. Сонымен қатар Шымкенттің бұдан да ертеректе пайда болғаны жөнінде болжамдар бар. Мұған дәлел ежелгі Шымкент көне қалашығы. Ал енді біз сапарымызды дәл осы жерден бастайық. Шымкент көне қалашығы жергілікті маңызы бар еліміздің тарихи және мәдени ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген археологиялық нысаны. Аңыз әпсана мен түрлі деректер Шымкенттің негізі дәл осы тұстан басталған деп топшылайды. Археологтар мен тарихшылардың үздіксіз ізденісі де дәл осыны айғақтайды. Тарихи кешен жан-жақты зерделеніп 2003 жылдан бастап археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Көп жылғы еңбек жемісін беріп 2021 жылы реставрация жұмыстары сәтті аяқталып, есігін келушілерге айқара ашты. Түсірілім тобы қызық үстінен түсті. Көне қалаға бізбен қатар ақш-қа қоныс аударған Арман есімді азаматта ат басын бұрған. Жұбайы екеуі Америкада туып, сол жақта тәлім алатын балаларын ата жұртына ертегеп, туған тарихымен таныстырып жүр. Ал малазиялық мейман Патрик Тонг шынында Шымкент мен ойлағаннан да ғажап, тарихы терең қала екен. Тұрғындары жайдарлы, күлімдей жүреді деп ағынан жарылды. 3-ші мегаполиске іс-сапармен келген Патрик ең әуелі қала тарихымен танысып, тыныс тіршілігін ұғынуды мақсат еткен. Қазақстан шын мәнінде тарихи мазмұнға өте бай мемлекет. Менің мұнда алғаш келуім, соның өзінде мен бұл елдің ғажап мәдениетін, қонақжай, ақжарқын адамдарын терең танып, бек риза болдым. Айрықша атап өткім келетіні Шымкент асханасы. Тіл үйрер тағамдары көңіл қошын көтеріп, өзіне баурап алады. Мұнда бизнес серіктестік құру мақсатында келгем. Қазір бұл таңдауымның қате емес екенін түсініп, риза болудамын.